Сәлем достар, қалайсыздар? Pinduoduo сайтында кейде обновление болған кезде кейбір батырмалардың орындары ауысып, иконкалары түрлері өзгеріп кетуі мүмкін. Соңғы кезде маған комментарийға көп адамдар төлем карта тіркей алмай жатырмыз, төлем карта тіркейтін батырмасы жоқ болып кетті деп жазып жатыр екен. Төлем карта тіркейтін батырма бұрын осы ортасында болған. Мына үстіндегі иконкалар мен астындағы иконкалардың мына ортасында серік жазумен қытайша додо кошелек деп жазылып тұрған. Ал қазір төлем карта тіркейтін батырма мына сохранить деген жүрекше бар ғой. Ұнаған товарымызды осы сохранить батырмасына сақтаймыз. Осы сохранить деген жүрекшенің қасында тағы осындай жүрекше пайда болды. Бұл жүрек төлем картамызды тіркейтін батырма. Егер сізде де Pinduoduo өзгеріп дәл осылай болса, осы жүректі басып төлем карталарыңызды тіркейсіз. Ал егер осындай жазу болатын болса, онда осы жазуды басып төлем карталарыңызды тіркейсіз. Достар, кім әлі төлем карта тіркемеді, қазір төлем карта тіркеп көрсететін боламын. Ол үшін жаңағы мына жүрекшеге кіреміз. Мына жерде мына үшінші батырманы басамыз. Әрі қарай мына қызыл плюсы бар батырманы басамыз. Мұнда кішкене басқаша болып тұр. Обновление болған сайын Pinduoduo сайтында өзгерістер болып тұрады. Қазір мына қызыл батырманы басамыз. Мен төлем паролімді теремін. Егер бірінші рет тіркеліп жатсаңыз, сіз ойдан пароль осылай құрастырасыз, 2 рет теріп. Төлем парольдарыңызды ұмытып кетпес үшін жазып қойыңыздар. Мына жерге Каспий Голд картамыздағы 16 санды тереміз. Осы карта толтыратын жолы бұрын ең астында болған. Егер сізде де үстінен шықпай жатса, астынан іздеп қарап тауып аласыз. Мына жерге Голд картамыздағы 16 санды теріп болғаннан кейін мына қызыл батырманы басамыз. Енді төлем картамыздың келесі бетін толтырамыз. Мына біріншісіне картамыздың артындағы аты жөнімізді жазамыз. Дәл картадағыдай жазыңыздар. Мына екіншісіне картаның бітетін айы мен жылын жазамыз. Мына үшіншісіне картаның артындағы СВВ деген 3 сандық кодты тереміз. Мына үшеуін толтырып болғаннан кейін мына қызыл батырманы басамыз. Осылай картамыз тіркеліп, үстінде көрсетіліп тұрады. Қазір мына назатты басамын. Мына жерде мына үшіншісін басқанда картамызды көреміз. Достар, видео пайдалы болса, видеоға лайк басып, менің осы YouTube каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Менің осы YouTube каналымда Pinduoduo сайтына, басқа да Қытай сайттарына байланысты пайдалы тегін ақпарат көп. Менің осы YouTube каналымда Pinduoduo сайтының басынан аяғына дейін толық видео сабағы бар. Көрмеген адамдар болса, өтіп қарасаңыз болады.